Қайсысы атақты? Бір K-попер және Қанат Ислам. K-поп және IQ аз қыздар. Өзің тұрып ыдысты жуайын деп жатқан кезде, сол кезде мамаң келіп, басын жу деп айтқаннан кейін, мынаны өз холодильнигіңнен тауып алсаң не істейтін едің? Терезеден лақтырасың. Дұрыс адамдар. Инстаграмдағы қыз модельдер. Әр сыныпта осындай оқушы бар. Нарутоның фанаттары. Цыгандар қараусыз тұрған затты көрген кезде, тіпті бала болсын, өкпе өзі демалады. Ми өкпеге демалу үшін сигнал береді. Өкпе, енді өзің демал. Кім миымен демалып отыр? Рентген сіздің қабырғаңыз сынды деп көрсетіп тұр, бірақ біз оны фотошоппен түзеп қойдық. Россиядағы медицина туралы қысқаша. Мен барлық проблемаларыма кінәлі адамды таптым. Айнадан таптың. Егер сіз питамен қорғанатын болсаңыз, питаңыздың басына ұзын нәски кигіз қойыңыз. Сонда ол питаңызды ұстап алған адам нәскиді шығарып алады, ал сіздің қолыңызда пита қала береді. Егер сіздерге террористер шабуыл жасаса, өлген киіп танытып жата беріңіз. Террористердің өлген адамдарды тексеруге уақыты көп болмайды. Мұғалім сұрайды: сіздер Бразилия туралы не білесіңдер? Қыздар айтады: бұл үлкендігі бойынша 5-ші ел, олар кофе шығарудан бірінші орында, футбол олардың ұлттық ойыны. Ұлдар: бәрі Энрико Рикардо болып кеткен. Макароннан жасалған пирожки. Бұл нанның ішіне нанды салып жегенмен бірдей. Алло, полиция, біздің мұғаліміміз есіне адасып кетті. Қатты ма? Харуаға келуді ұмытып кетпеңіздер. Жарыстарға ең бірінші рет қатысып тұрған кезіңде. Теңіз тағамынан жасалған бургер. Жатақханадағы кез келген тамақ. Ұшып келе жатқан парашютистерге атуға болмайды. Штраф 100 рубль. Өте жолы болғыш адам лотереяда. Әлемдегі ең қауіпті 10 жылан. Саған ешкім сенбеді, бірақ тек сен ғана дұрыс болып шықтың. Наушник музыканың таңбасын көрсетіп тұр. Саратовтағы дүкенде көкөністердің арасынан адамның өлігін тапқан. Дүкеннің ішінде даже адамдар да таза емес. Не свежий деген қазақша қалай аударылады өзі? Қызы секіріп суретке түсейікші деп айтқан. Екеуі де көңілді болып жатыр. Бұл есік жабық. Бұл есік те жабық. Екеуі де жабық. Бірақ апай үмітін үзбейді. Мүмкін ашылып кететін шығар. Зеленский Чернобыльді туристерге арнап ашты. 35 жастағы сталкердің фанаты. Қызықты факт: егер жер бетіндегі барлық адамдарды бір сызық қып экватор сызығына орналастырса, онда олардың көп бөлігі суға батып өледі. Өзінің үйін таңдады. 180% ұқсастық. Джеймс Бонд. Өмірдегі оптимист. Ішетін суын басына құйып жатыр. Немесе ішпейтін суын. Өте арзан косплей. Сол жақтағы Христиано Рональдо. Пермен әлеміне ашылған портал. Мұғалімдер балаларды қинау ұнайды, сондықтан мұғалім болып түседі. Енді солай аудардым. Мақтану мақтанумен, бірақ картошканы да тасу керек.